Қазақ деген атау қайдан пайда болды? Ол еркіндіктің, намыстың, рухтың нышаны. Қазақты қазақ ететін тіл мен дәстүр ғана емес, көк туына деген мақтаныш, елтаңбасына деген сенім, әнұранын шырғайтын рух. Өйткені біздің рәміздер ұлттың жаны, елдің айбыны. Енді осы тақырыпқа тереңірек үңілетін болсақ, рәміздер ұғымы көптеген ғасырлар бұрын бастау алған. Ерте замандарда адамзат өз тайпасының нышанын тасқа қашап, ағашқа ойып бейнелейтін болған. Бұл олардың кім екенін, қай рудан екенін білдіретін алғашқы рәміздері еді. Уақыт өте келе адамзат елге, жерге бөлініп өз мемлекеттерін құра бастады. Сол заманда елдің абыройы мен ерлігінің нышаны ту мен таңба пайда болды. Бұл бірліктің, ерліктің және намыстың белгісі еді. Бүгінгі тәуелсіз Қазақстанның да өз рәміздері бар. Ту, елтаңба және әнұран. Бұл рәміздер ұлттың рухы, елдің бірлігі мен тәуелсіздігінің мәңгі айғағы. Біздің рәміздер өткеннің аманаты, бүгінгінің айбыны, ертеңнің үміті. Көк туымыз желбіреген сайын қазақтың рухы биіктей береді.